Сәлем достар, бүгін сіздермен езілмейтін, жыртылмайтын манты дайындайтын боламыз. 4 түрлі начинкамен сочный манты дайындаймыз. Мантыға қалай май қоспай сочный етіп жасауға болатыны туралы айтатын боламыз. Дайын болсақ, достар, бастайық. Ең алдымен біз мантының қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 стакан суық су, 1 дана жұмыртқа және 1 шай қасық тұз қажет болады. Барлығын араластырып алып, аздап ұн салып, қамыр елеп бастаймыз. Мантының қамырына жұмыртқа салатын болсаңыздар, мантыларыңыздың қамыры езіліп жыртылып кетпейтін болады. Қамырымызды 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындайтын боламыз. 400 грамм тартылған етке үлкен кішісіне қарай 4-5 штук пияз турап аламыз. Жақсылап тартылған етпен араластырып, бетіне тұз және бұрыш салып араластырып аламыз. Мантымыз сочный болу үшін біз құйрық майдың орнына осылай 50 немесе 100 грамм капустаны 4 бұрышты етіп турап, салмамызға салып араластырып алуымыз керек болады. Сол кезде біздің мантымыз сочный болып шығады. Начинкамыздың бір бөлігін басқа ыдысқа салып аламыз, өйткені қазір оған асқабақ қосатын боламыз. 200-250 грамм асқабақ керек болады бізге. Сыртын алып тастап, жуып, жақсылап тазалап алғаннан кейін ыңғайлы етіп, өзімізге кесіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Жартысын үккіштен шығарып алуымыз керек болады. Ал жарты асқабақты майдылап 4 бұрышты етіп, осылай турап алатын боламыз. Жаңағы ыдысқа салып қойған ет пен начинканың бетіне турап алған асқабағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді асқабаққа қосу үшін біз пияз турап алатын боламыз. Яғни бізде 4 түрлі начинка болады. Бірінші начинкамыз ол тек етпен болады. Екінші начинкамыз етке асқабақ қосылған начинка. Үшінші начинкамыз 4 бұрышты етіп туралған асқабақ және 4-ші начинкамыз үккіштен өткізілген асқабақ. Сонымен осылай бізде 4 түрлі начинка дайындап алдық, достар. Енді тура осылай дайындау міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша дайындап алсаңыздар да болады начинкаларды. Ары қарай біз қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жұқалау етіп жайып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Үлкендігін 7-8 сантиметрдей етіп, бірдей бөліктерге кесіп аламыз. Барлық кесіп алған қамырдың бөліктерін жайып алғаннан кейін жаймендеп ішіне начинкаларын салып, мантыларымызды түйіп алатын боламыз. Мен мантыны үнемі осылай түйемін, ал сіздер қалауларыңыз бойынша қалай түйгілеріңіз келеді, солай түйіп алып дайындап алсаңыздар болады. Мантының ішіне салған кезде салмасын көптеу салсаңыздар, мантыларыңыз үлкен және томпақ болып пісетін болады. Барлығын түйіп алғаннан кейін мантаваркамызды жақсылап майлап аламыз және мантыларымызды қойып шығатын боламыз. Әрбір мантыны жеке-жеке майлап шығуымыз керек болады, өйткені піскен кезде бір-біріне жабысып, жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап майлап алатын боламыз. Баяу отта 40-45 минут пісіріп аламыз. Оған дейін пияз бен аджиганы қуырып аламыз бетіне жағу үшін. 45 минут өтті, бізде мантымыз пісіп шықты. Ішіне толтырып начинка салғандықтан осылай томпақ болып пісіп әдемі болып шығады мантымыз. Тек қана етті ғана салып қоймай, осылай әртүрлі начинкамен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді шығады мантыларымыз. Бетіне қуырылған пиязды жағып қойдым. Иісі деген енді айта алмаймын сіздерге, өте күшті болып шығып тұр иісі. Кесеге айран құйып, осылай тарелкаға салып дайындадым. Егер бүгінгі рецептіміз сізге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, подписаться батырмасын басып кетіңіздер, қыздар. Сіздер де манты жасап көріңіздер, осы рецептімен өте әдемі сочный болып шығады. Каналымызға өтіп, басқа да рецептілермен танысып көріңіздер. Барлығымызға ас болсын.